Жағдайыңыз қалай? Жеңістен кейінгі? Ой, жеңістен кейінгі жағдайым өте керемет, көңіл күйім керемет, бір өте жоғары деңгейде деп айтқым келеді. Барлығы жақсы, қуаныштымын. Мгм. Дәл қазір көріп отырмыз, екі қыздың арасында дау ушығып кеткен секілді. Мына бір маймылды жіберген кім деп ойлайсыз? Бұл Енді біреудің қызық көргені ме, әлде шынында да ортада бір арандатушы бар ма? енді білмеймін, бұл жерде кім кімге не істеп отқанын шынында енді көзбен көрмей біле алмаймыз. Бірақ енді өзім логикама сүйенсем, бұл жерде шынымен бір маржан жасап отқан сияқты. Өйткені маржанның езік тело дейді ғой адамда. Жаңағы күлген кезінде, көрген кезінде не екенін біліп тұрған сияқты жаңағыдай түр көрсетіп жатыр да, соның бәріне қарап отырсаң, енді маржан жіберді деп ойлап қаласың. Бірақ Енді енді шырқырап айтып отыр ғой, мен емес деп. енді оны просто камераны ашып көре салу керек қой шейін. Сол жерде дом бар. Жаңағыдай любой жерде камера бар ғой қазір. Барасың, камераны ашасың. Немесе әкеп тастаған доставщик біреу әкелген болса, содан кім жіберді деп номерін сұрай саласың, барлығы ашыла салады, болды. Оны қиындатудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ енді былай қарап алатын болсақ, ол маймылдың бір жаман мағына беріп тұрған ештеңесін көріп тұрған жоқпыз. Енді ол адамның қабылдауына байланысты ғой. Жаңағыдай маймылды біреулер жаңағы төрөнші емес деп келтіріп жатады, біреулер маймылды жақсы көріп жатады. Енді бұл жердегі жағдайда кішкене төрөнші емес деп қабылдамай тұрған шығар. Бірақ енді сонда да бұл дұрыс емес тірлік деп ойлаймын. Егер де шынымен сыйлық қылып көңілін көтеруге беретін адам, ол беті ашық келіп беретін еді деп ойлаймын. Сондықтан қайтадан да күдік маржанға түсіп қалады. Бірақ енді көңілін аулау ретінде, егер біле білсеңіз, ол маймыл жалғыз қалып қалған бір маймылдың анасыз қалып қалған кездегі жаңа қасындағы дос ретінде сондай бір мағынада түсінеміз біз мысалы өз басымыз. Иә, именно осы маймыл, ол деген бір Иә, мультик па бір нәрседе бар нәрсе еді ғой. Иә, TikTok желісінде осы қатты шығып кетті. Аха. Енді осылай көзқараспен қарайтын болсақ, оның ешқандай жаман жағын көріп тұрған жоқпыз. Маған берсе бар ғой, үйге апарып қойып қоятын. Бәлкім жалғызсырамасын деген мағынада берді ма? Неге оны соншалықты ауыр қабылдады деп ойлайсыз? Мен білмеймін, енді бұл жерде екі қыздың арасындағы бір-біріне араздатушылық, жаңағыдай бір-біріне ашу, сол нәрселердің барлығы болғаннан кейін олар жаман қабылдайды. Бұл жерде қазір бір-біріне не істесе де жақсы қабылдай алмайды олар. Шын айтамын, күліп берсе де жақсы қабылдай Бірақ алмайды. дегенмен мекенжайды білетін Жанна ханым ғана деп айтып қалды. Одан кейін Еркеғали сен ортаға түсіп арандатып отырған жоқсың ба дегенде әңгіме болды. Екі адамнан күдік қаншалықты болуы мүмкін? Енді бұл жерде Еркеғалиден деп ойламаймын, еркек қой не дегенмен. Қыздардың әңгімесіне араласпай шығар деп ойлаймын. Ал енді Сіздің ойыңыз. енді өзі ойым, енді сөйтіп ойлаймын. Ал мына жерде Жанна ханымға келетін болсақ, білмеймін. Жанна ханым кіммен қалай сөйлесіп жүргенін шынында білмейді екенмін. Және де енді маржанмен дос, еще шолпанның үй жағын білет дегеннен кейін тағы да бүйтіп күдік кімге алып келеді деген сол, в общем, айтпай ақ қояйын. Ол да бар, иә. Енді дегенмен де кім берсе де сыйлықтың жаманы болмайды меніңше, иә. Ол сый ретінде жібергеннен кейін оның бір жаман жағы болмайды. Бірақ Шолпан мен Маржанның бұл сыйлықсыз да арасында жатқан кикілжіңнің түбінде не жатыр? Мен ойлаймын, бұл екі кісі жалпы болады ғой, өмірде бір нәрсе біреулерді қосып, татуластырып тырысып көресің ғой. Өмірде түсін мынандай жағдайды қарастырмаймыз да біз, шынымен бір-бірімен араласа алмайтын адамдар болады негізі. Бұл кісілер бір-бірімен шынымен араласа алмайды. Бұларды қою керек болды. Просто келмейді болды бір-бірін қабылдағысы келмейді болды. Және де қабылдауға міндетті де емес деп ойлаймын мен. Және де осы жерден бұл әңгімені қоя салу керек деп ойлаймын. Бір-бірімен солар-ақ дос болмай ақ қойсын, дос болмаса да өмір сүре алады олар. Шын айтамын. Және біз бір-бірімізге құрбы іздеуге келген жоқпыз бұл жерге, дос іздеуге келген жоқпыз. Кішкене өз-өзімізге қарап, жан-жақтағыларға емес, алға қарай жылжуымыз керек сияқты. Жақсы. Ал енді жеңімпаз ретінде сол бір сенбілік сайыстың, иә, алдағы қатысушыларға не деп бір ойыңызды білдіріп, тілек айтып, немесе қандай да бір үндеу тастап? Қыздарға, иә? Қыздарға да және одан кейінгі финалға шығатындарға айтқым келеді, барлықтарың жақсылап дайындалыңдар. Өйткені менімен қарсылас болатын адамдар жақсы дайын болу керек. Өйткені мен өзімнің деңгейімді білемін, және де сіздер де ол деңгейге жете алатындарыңызды білемін. Сенімділік. Әрине мен әрдайым любой нәрсеге сенімді жүретін жігітпін. Жақсы. Біз келесі жарнамада қайта оралатын боламыз. Ассаламу алейкум.